Қайырлы күн, құрметті достар. Мен сіздерге тау-ешкі белгісіндегі адамдарға арналған прогнозымды ұсынамын. 2 наурыз күні ай туады. Ол сіздерге 3-ші домға келіп тұр. 3-ші дом жалпы көп адамдармен араласуды, білім алуды, транспортты, жолға шығуды білдіреді. Білім алуға барғанда немесе өзіңіз сабақ берген кезде көп адамдармен араласатын боласыздар. Көп жазасыздар. Көлік жүргізу курсына барасыздар. Сөйтіп право аласыздар өзіңе. Жүргізу куәлігін алатын боласыздар. Машина сатып аласыздар. Немесе машиналарыңызды сатуға, немесе жөндеуге өте қолай аласыз. Неге? Себебі наурыз айында бізде ешқандай ретроград жоқ. Жақын жерге жол жүресіз. Немесе өзіңіздің қалаңызда, ауылыңызда көп қимылдайтын боласыз, көп жүретін боласыздар. Басқа қалаға көшу, басқа үйге көшу де бар. Жалпы 3-ші дом әрі туысқандарды білдіреді. Туысқандарыңыз сізге, немесе сіз ол кісілерге қонаққа барасыздар. Көршінің көшуіне көмек бересіздер. 3-ші дом әрі документке жауап береді. Мүмкін сіздер машиналарыңызды айдауға сенім хат, доверенность жазып берулеріңіз ықтимал. Көшуге құжат жинайсыздар. Жалпы 2 наурыз күні күн, ай, Нептун, Юпитер бір жерге тоғысады. Ал Юпитер бізде халықаралық планета, международная планета. Мүмкін сіздер халықаралық университетте, мүмкін халықаралық компанияларда жұмыс жасайсыздар, сабақ беретін боларсыздар. Мүмкін иммиграцияға, шетелге көшуге документ жинайтын боласыздар. Ал 5-6 март күні күн мен Юпитер бірге келеді. Ал Юпитер жалпы бізде подаркіге, көптен ала алмай жүрген рұқсат қағазға жауап береді. Мүмкін сіздерге сабақ беруді ұсынуы да ықтимал. Маңызды таныстық болады. Өте маңызды келісім шартқа қол қоясыздар. Мүмкін сіздер сетевойда жұмыс жасап жүрген кезде сіз үлкен келісім шартқа қол қоясыздар. Енді бұл жерде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мүмкін үлкен халықаралық компанияға жұмысқа кірулеріңіз ықтимал. Одан кейін 7 март күні Венера мен Марс бірге келеді. Ол 2-ші домда келіп тұр екен. Жалпы бізде Венера деген әйел адамның энергиясы, Марс ер адамның энергиясын бейнелейді. Яғни 2 адам болып жұмыс жасайсыздар. 2-ші дом сіздерде ақша секторына келіп тұр. Мүмкін сіздің жасап жатқан проектіңізге, жасап жатқан дүниелеріңізге инвестиция қою мүмкін. Немесе сетевойда жұмыс жасасаңыз, товарыңызды көп алатын адамдар келеді. Келісім шартқа отырып жұмыс жасайсыздар. Жалпы 2-ші дом басқа біреуден келетін ақша және өздеріңіздің күтіп жүрген зарплаталарыңызды білдіреді. Зарплата алатын боласыздар, ақшалай сыйлықтар болатын болады. Үйіңізге үлкен қомақты дүние сатып аласыздар. Одан кейін, егер сіздер товарды сатумен айналысатын болсаңыздар, өзіңіздің товарыңыздың бағасын көтеретін боласыздар. Ал 11 март күні, наурыз күні, Меркурий 3-ші домға келіп тұр. Көп адамдармен араласуды, таныстықты, құжат, транспорт тақырыбы өзекті болады. Мүмкін сіздер 2 наурызда машина сатып алып, оны 11 наурыз күні документін жасатасыздар.
Енді әркімге әрқалай келеді. Мүмкін айдың басында бір курс бастап 11 наурыз күні сіздер сертификат, диплом, лицензия алуларыңыз ықтимал. Егер одан кейін 18 наурыз күні ай толады, ол 9 домға келіп тұр. Жалпы 9 дом көшуді білдіреді. Жалпы 9 дом алыс жерді көрсетеді, алыс. Мүмкін шетелге отпуск алып демалып келесіздер, немесе алыс жоғары деген мағына, мүмкін жоғары білім алуларыңыз мүмкін, немесе жоғары сотқа сіздер жоғарғы сотқа арыз бересіздер. Енді бұл әркімге әртүрлі жағдай болады. Мысалы, біреулер шетелден осы 18 наурыз күні оралуы мүмкін. Ал біреулер бір адамдар сабақ беріп бастайды. Жалпы өмірде шешілмей жүрген мәселеңізді шешкіңіз келеді. Жалпы толған ай шеше алмай жүрген мәселені шешуге көмектеседі. Егер жұмысыңыз онлайн болса, шетелден көп клиенттер келетін болады. Жалпы 9 дом әрі публикацияға жауап береді. Кітап, журнал жазуға, немесе оны шығаруға, немесе әлеуметтік желіде өзіңізді көрсетуге, өзіңізді таныстыруға өте жақсы ай. Мүмкін сіздер 18 март күні жұмыстарыңыз ұнамай жүрсе, шығып кетулеріңіз де ықтимал. Даже бұл кезде ажырасу қаупі бар. 9 дом сот ісін аяқтауға жақсы көмектеседі. Сонымен бірге виза, паспорт, ПМЖ, билет алуға өте қолайлы. 21 наурызға дейін сіздерде көп адамдармен араласу болады. Ал 21 март күні күн 4 домға келіп тұр. 4 дом ата-ананы, жайлылықты, тұрған жерімізді, туып өскен жерімізді бейнелейді. Мүмкін сіз ата-анаңызбен бірге туып өскен жеріңізге қонаққа барасыздар. Немесе басқа үйге көшесіздер. Немесе тұрып жатқан үйлеріңізге ремонт жасайсыздар. Үйлеріңіздегі заттарды ауыстырасыз, жаңасына ауыстырасыздар. Кейбір адамдар пропискаға отыруы мүмкін, немесе паспорт ауыстырулары мүмкін. Фамилияңызды ауыстыруыңызда ықтимал. Әсіресе мамаларыңызға қатысты жаңалық болады. Мүмкін ата-анаңыз сіздің үйіңізге қонаққа келеді. Мүмкін ата-анаңыз дачаны, өзінің дачасын, үйін, жерін сіздің атыңызға аударуы ықтимал. Ал 28 наурыз күні Меркурий өзінің белгісін ауыстырып, тағы да 4 домға келіп тұр. Егер сіздер квартирада тұратын болсаңыздар, үй сатып алуға, немесе басқа квартираға көшуге тура келеді. Одан кейін сіздер үйде отырып жұмыс жасайтын боласыздар. 4 дом семьяға, жақын адамдарды білдіреді. Отбасы мүшелерінде жаңалықтар болады деген сөз. 28 наурыз күні Меркурий келеді. Ол Меркурий жалпы адамдарды таныстыратын планета, яғни сіздерде танысу болады деген сөз. Мүмкін сіздер қонаққа барғанда, немесе қонақ шақырғанда бір таныстық болады. Жалпы ай сіздерде өте белсенді болғалы тұр. Жалпы ақша да болады, қонаққа да барасыз. Өте жақсы керемет ай. Бұл айда ешқандай ретроград жоқ. Сол себептен барлық жағынан қолданып алсаңыздар болады. Бақуатты болыңыздар.